Армысыздар кішкентай тыңдармандар. Бүгінгі ертегіміздің атауы бақ, қызыр және ақыл деп аталады. Бір жетім бала жан бағу үшін жер жыртып, тұқым сеуіп жүреді. Бақ, қызыр және ақыл үшеуі оның еңбекқорлығын көріп, қасына келеді. Ей қызыр, дейді бақ пен ақыл, адал еңбекпен шұғылданып жүрген мына балаға дарышы. Қызыр балаға ықылас аударып дариды. Сол-ақ екен, баланы егіні сап-сары малта тастарға толып кетеді. Бала бұл кереметке түсіне алмайды. Егінімді тас басып кетті деп қатты қайғырады. Тасты тасып, егінін тазалап, уақытын кетіреді. Белі бүгіліп, екі алақаны ойылып қалады. Сол кезде баланы өкпе тұсына түйелері шұбаған керуен келіп қонады. Бала мыналарға барып, бірдеңе сұрап жеп, өзегімді жалғайын деп ойлайды. Керуеншілердің иттеріне қорғану үшін екі қолына екі сары тас алып, сол жаққа қарай бет алады. Жақындағанда иттер өре түрегеліп тұра ұмтылады. Бала тас лақтырып қорғанады. Тастың біреуі керуен басының алдына түседі. Сөйтсе, баланың тас дегені алтын екен. Алтынды көрген керуен басы баланы қасына алдырып: «Балам, мына тасты қайдан алдың?» деп сұрайды. «Егінімді осындай сары тас басып кетті», дейді бала ренжіп. Керуен басы: «Ол тасты менің қызметшілеріме тергізіп, егініңізді тазартып берейін», дейді. Қызметшілерін ертіп барып, баланың егісіндегі алтынды жинап алады. Керуен басы бұл баланың бір қасиеті бар деген оймен баланы керуенге қосып алады. Апта жүреді, ай жүреді, дала кезіп, тау асады, дарияларды кешіп, теңіздерден өтеді. Содан бір қалаға жетеді. Қалаға жау тиген екен. Патша: «Жаумен соғысуға әскер бер, бермесең керуенді өткізбеймін», деді керуен басыға. Керуен басы бұлай ойланып, алтынның қадірін білмеген осы ақымақты бере салайын деп, баланы әскерге тастап кете барады. Патша соғысқа аттанады. Сол маңға келіп қалған қызыр мен ақыл патша әскеріндегі баланы көреді. Бұл байғұс байлығынан айырылған екен», дейді олар. Екеуі баққа бұрылып: «Бақ, анау әлгі жетім бала ғой мынау, сол сорлыға көңіл бөлші», дейді. Бақ көзін тігіп балаға қадала қарайды. Қырғын соғыс болып жатыр. Бала жан сауғалап бәйтерекке шығып жасырынбақ болады. Ағашқа жармасады. Қапсыра құшақтай алғанда ағаш тамырымен қопарылады. Жапырағы жаурап, баланың басына бүркеншік болады. Көтеріп қараса, салмағы білінбейді. Қаңбақтай жеп-жеңіл. Сонда бала ағашты көтерген бойы жауға қарсы тұра ұмтылады. Жау әскері мініп келген піл, түйе, жылқылары үркіп, тым-тырақай қаша жөнеледі. Балаға риза болған патша оны батыр деп құрметтеп, оған қызын қосады. Патшаның қызы ай мен күндей сұлу болғанмен, қолынан түк келмейтін салақ екен. Қанша насихат айтса да миына қонбапты. Тіпті «Мен патшаның қызымын» деп басына береді екен. Бұған ызаланған бала шапалақпен қыздың жағынан тартып жібереді. Ерке өскен шолшаң қыз жер-көкте басына көтеріп, жылап, бақырып, әкесіне арыз айтады. «Мені қорлап, ұрып соқты, сенің патшалық сүйегіне дақ түсірді». Бұл оқиғаның жай-жапсарына көңіл бөлмей, аптыққан патша жендеттеріне: «Байлап зынданға тастаңдар», деп бұйырады. Бақ, қызыр, ақыл үшеуінің балаға жаны ашиды. Бақ пен қызыр енді ақылға қолқа салады. «Біз екеуміздің мейірім шапағатымыз бұл балаға пайда келмеді. Енді сен назар салып, қолдап көрші». Ақыл балаға ықыласпен көз салып, басына ой түсіреді. Санасына сәуле құйып, ақылына ақыл қосады. Бала ақылы нұрланып, нақақ өлгенше бір амалын табайын деп ойланады. Содан датын айтып, енесіне барады. «Шешей, дат!» «Не дат? Айт!» Қызыңыз беті қолы жумай тамақ ішеді. Ыдыс аяғына өте салақ. Көрпе төсегі жиналмайды.
оралмал сүлгісі жуылмайды. Бұл қылығы мәртебелі патша атам мен сіздің бетіңізге шіркеу емес пе? Сондықтан мен оны атам мен енеме сөз келтіресін деп шапалақпен тартып жібердім. Қатысы кетсем ғафу етіңіз дейді. Енесі бұл сөзге майдай керейді. Қызын кінәлап, баланы жақтайды. Патшаға сөзін өткізіп, күйеу баласын босатады. Халықтың қызыр дарып, басына бәк қонғанмен, ақыл болмаса көгермейсің дейтін сөзі содан қалған екен.